Байтұрсынов атамыздың алаштың өткен күніне деген сағынышы және қазақ халқының жағдайына деген күйінішін осы өлең шумақтары арқылы жеткізген қазақ халқы әні. Қаз едік қатар ұшып қаңқылдаған, Сахара көлге қонып салқындаған, бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде жартылмаған. Алаштың адамына бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған, дегендермен жақсының толып жатыр, жақсылығы өз басынан артылмаған. Ахмет Байтұрсынұлы өскелең ұрпақты білімге шақыру мақсатында жазған оқуға шақыру атты өлең шумағы. Балалар оқуға бар, жатқа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ, шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жалтырап. Адамда ұшқан құста жүрген аңда, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда, кішкене қоңызда жүр жүгін серіп, барады араларда ұшып балға. Күн ашып тоғайлар шат, ың-жың орман, оянып жан мақұлап түнде қонған, шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы, сайрағы сарғалдақтың сыңғырлаған. Өзенде балықшылар ау қарап жүр, тоғайда орақ дауысы шың-шың орған, алалап ал кітапты қолдарына, қолдарын құдай сүймес жалқау болған. Байтұрсынұлы атамыздың 4-ші абақта қамалғандағы Файзулла досына жазған хатынан: Файзулла досым аса қымбаттым, мұңменен аздап жаныма батты. Өкініш уы өзегім өртеп, асау тағдырдай толқына қатты. Өзіңе аян, өмірім ісім, көрдім ғой бейнет туған ел үшін. Жабылған нақат жалан ойласам, өзегім күйіп өрден ішім. Ой соқты болып, қатты ой басым, көзімнен көл болып ақты ғой жасым. Сергелден кешіп сарғайған шақта, төбеммен тура түсті ғой жасым. Темір құрсаулы түрмеге мынау 4-ші рет қамалдым тағы. Ақындықтар ана сүтімен жыр жазып едім, отырмын налып. Халық жауы боп қасірет шеккен, бүгінде енді менде бір қарып. Езіліп жүрек егіліп жүйе, өзіне өзі бола алмай ие. Ене сөлген ботадай боздап, өкінесің кеп өзегім күйіп.